Қолыма ескі альбом барақтадым. Сарғайған суреттерге қарап қалдым. Әкеме көзім түсті. Айналайын. Армысың, бармысыңдар қарақтарым, дейтіндей күлімсіреп қарай қапты. Шашы мен мінезі де қалай қатты. Сөйлейді көне сурет көп жылдардан, еске сап естелікті талай тәтті. Қабырғаға ілмеуші портретті, альбомға жинаймын бар суретті. Бүгін міне ақтарып отырғанда толқытты. Әке шешем жан жүректі. Қайран әке, мен сенің қисық шегең, сен дүзеткен мінезбен, түйсікпенен, анам жаққан ошақтан жылу алып жүріп келем, қара жер күртікпенен. Шарға ұқсаған болдым ба қара балтаң, ер болдым ба далиған таламда тән. Жүз қайтара қисайған қырсығыңды, мың қайтара қайтерем, қарамасаң. Қайран әке. Bismillahirrahmanirrahim. Varlığı ortasını işlemek olmasın. Asker olmak başkanlık biliyorsun. Evlere olan dostlarlar, ağaylı oğullar ve bağırının, sevgilerinin, konuşların, evleninin, Ereteler caktan yiyecek kısmı imandır baskısın. Ben yolunda büyüdüm mesleğe var. Buralar Allah'tan özü vakıfına geçmek terpiyesi. Artılarına barışa ısmarlamak bilirsin. Daniel balasının üniversiteye boşlayıp Köpüşlükte zinet, erkan okuyacaktan Kur'an-ı kabul olsun. Varlıklarınızda Allah tekrem. Böyle şakalarımızda amandır, oynanın bahsetlerimizle şey. Bağırının cepten gelince imanın yoldaştırıp ben yolunu tuttuğumu isteyen kumalarını keş. Buradan özgürlükte kolda porşasın. Vallahu Ekber. Әкелердің бөлек екен тұлғасы, анамыздың жанашыры сырласы. Біздер үшін көп қиындық көрсе де, көздерінен білінбейді мұң жасы. Әкелердің бөлек екен намысы, үйден шықса түздің болар тағысы. Сынаққа да сүрінбеуді үйретер, бұлтты күндей күркіреген дауысы. Әкелердің бөлек екен тілегі, тілегінен байқалады жүрегі. Жұдырықтай жүрегіне сыйып тұр, жау қайтарған бабалардың жігері. Әкелердің орны бөлек расында, оған жетпес ешбір байлық асылда. Бар кезінде бағалайық құрметтеп, мәңгі бақи жүре бермес қасыңда. Енді Аллах Тағала Құран кәрімде былай дейді: егер де қандай да бір құлым дейді, мені бір кішкентай жерде еске алса дейді, мен оны үлкен жерде еске аламын дейді. Үлкен деп отқан ардақты ағайын, ол ақыретте айтып отыр. Және де артағының ұлдарына бір ауыз тілек ниеттерін білдірген дейтін жандар болса, рұқсат бар ма? Бірінші өзіңізді таныстырып кетсеңіздер кім боласыз? Ассалаумағалейкум құрметті қалайсыз? Мен Аққалиға дайыра болып басын. Сен Қалиды бағамыз, қазақ халқының батыр десе болды, батыр десе болды. Сайын қайрат десе, қан десе, бұл ағамыз армиядан бастап спортпен айналысып, бәрі жоғы 5-6 жылдың ішінде спорттың үш түрінен мастер
сымажал алла алып кетті. Бесікке деген жамбас жерге киімге қоймас деген қазақтың қасиетті сөзі бар. Бәріміз баратын жер біреу ерте біреу кеш. Құрметті қалай Құлағұлай Салауат әулетінің дастархандары, сіздердің дастархандарыңыз тек сіздердің тойға жайылсын. Жеріміз күнбесін. Осы бәрімізге барлық айтып тілеймін. Алла разы болсын. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, hürmetli koçlar. Endi buna Quvonch kelib qanada asib berib yuradi bavorimni. Esmi Quvonch. Endi ko'p gapim aytib bo'ladi. Marhum bavorim turadi. Ben qisqartib aytib tirsayim, sizlar Başlarınızdan elinizdir. Ben özüm Quvonch degan avulning bolasiman. Akam ismim Sheshim deb biza. O'zlarida Quvonchli kishilar bo'lsa biladi. Now Seyitqali deymiz, Seyitqalida Quvonchli Seyitqali deb so'ray aytib ketamiz. Seyitqali bola bo'ldi. So'ng menga 400 kishi ekan. Hozir buni Mayda bilaman, hozir buni Daniel bolayimiz uyindasida dedim, ko'rib o'tirdim. Pura 400 kishi ekan. Endi Seyitqali so'ng menda bir kitoblar bo'lgan, so'ngizda. Bizning avuldan endi bunau meni turda aytib birgatim, mana Seyitqalidan ataqli polvon bo'lib 3 kundan so'p cheberib bo'lgani, ol solay bo'luga Dışarıdan qarasın, Allah Teala'nın o'zi so'gan qarab onu tarbiyaladi. O'tkani o'zi kichkintoygina avul 90 va 100 ga uy bo'lgan bilesizlar. Hozir endi qancha uylar ekanini bilmadim. Biroq endi ko'p qo'ygan yo'q. Mana Bek Muhammad degan molda ukaz degan kishi o'tgan umrdan Quvonchga 2009-yili maktab ochib, onda dani Dışarı tuğlatıp sabah bergen. Sodan bastır, avulda önür. Sonun işitlemine kuros önür örgünde bösken. Ol endi Türkiye Brobunmet Tunaş degen Kazak batırı bolgan. Prjevalskiy bergende bastap sol Prjevalskiydi alып жүрген. Patşanın generalın. Sodan tarihte kolap bir qaraya kele berse, Konno Mustafa degan o'tgan sol Quvonchli tunasi tuzakchi. Endi mening o'zim buna Seyitqaliga tuz kelgende anasi chaqdim. Anasi Shambarbayning qizi. Satvoldidan tuadi. Bo'zday Turg'anbay Shamborbay. Ben Turg'anbayning tuxumiman. Mening akam Usmonning akasi Turg'anbay. Endi Shamborbaydan o'sha Qumoshli degan ataqli polvon bo'lgan Zaysanglar. O'sha Zaysang polvonlari endi o'sha kishilarning barini Qur'onga to'g'ri o'qimaydi. Ularning ishiga endi baribir maqtov olib, 7 soat bilan o'qimaydi. Endi so'zliklardan o'zini chiqarayım. Ya so'zliklarni bo'lim yaqin jan olsun, jannatda olsun. Mening esim Qadrbek degan. Ya. Sonday gapda uni endi yaxshi odamlarga ju'ustu janatda ko'p yurdi. Musaviy Qapat degan Chig'iston yulduzi. Ular erkin kurashdan respublikaning 3 turli chempioni bo'lgan, hech kimdan yiqilmagan Musaviy Ağa'nın sol janatda yurib, ko'p narsani yonida bo'lgan. Degende ishqilasini yerga qo'yadi. O'sha shu aymalar qo'ldan kelsa de kelmasa de
осы мен ойлаймын емшілік қасиеті де осы балаларды қалай асырап қалай жеткізсем деген ниетпен келген сияқты. Енді жатқан жері жайлы болсын. Бибатима апамызды көрдік, біз керемет сондай ақжарқын, өте өжет кісі болған. Содан туған жаман болмайды деп ойлаймын. Не айтамын? Қуанышпен естігенімізге ауыл болғанымызға. Иман болсын. Құрметті қалайық. Менің атым Айдар Бұлар шалының тұлғасы. Осында отырғандардың көршілікті спортсмендердің аты болған. Сыналдың жектерінің аты осында. Бұлар шалында үш аттағы Бұларш ауылы қойытын қойған. Бұл жойылымызда Сейталиміз Бұларшымыз. Мен Сейталим Бұлар көргенсе тұрғылы өте ақы қойды. Менің ағашаған ақетті түсірді. Салғатты жазайсында. Екі жылда көп қайзада оқырады. Сайлау оқырады. Бұлардың бәрі мен бұл айтса берген сияқты біреудің атын аға оқырады. Мұғалағым жерді. Бәріміз кәмді бір етін сөз. Сонда жеті қуанышында осындай ас ұйымдастырып Аллахына атбашылық отырған Айдырға, Асыларға, Сұргеніне, Гүлнәрдің сіңілдеріне жүріп бәрі құстарға атып сауықты болса дейміз. Елдерім сау болсын. Сейталидің елді жатқан жері жайлы болып, Алла Тағала өзінің жаратқан жерінің пайдауына мейіріммен қабылдасын. Күні қиямет күні келгенде ла илаха иллаллах Мұхаммед Расулуллах егерде өзі рахметпен қабылдасын. Енді барлықтарымыздың дені сау болып, жүрген жерлерімізде тыныштық болып, елді жеріміз тыныш болып, осындай біздің жігіттердің аты бірінші көп. Арта берсін, көп тыңдап, үйіп, қолпаштап отырғандарымызға мұндағы рахмет. Сау болсын. Алла разы болсын аға. Мен айда ғой. Әкем өлсе де, әкемді көрген өлмес дейді қазақта жақсы сөз бар. Енді әкеміздің нәрді бауырлары бір енді жаңа видео дұрыс аяғына көрінбей қалды. Әкеміздің өлең айтқан жерлері бар, соны бір көріп жіберейік, одан кейін сіздерге сөз сөйлеген берсек, рұқсат болса. Көздегі күңіренген күнде Шалбарбаев Қуаныш Әлімханұлы 1957 жылы 2 маусым күні Зайсан ауданының Қуаныш ауылында дүниеге келген. Әкесі Әлімхан Біткенбайұлы мен анасы Бибатима Шалбарбайқызы. Әкеміз 6 қыздың арасындағы жалғыз ұл болған. 1976 жылы әскерде болған. 1981 жылы Павлодар облысы Ақсу қаласындағы Ермак атындағы техникумда оқып жүргенінде Дайыр ауылындағы орта мектепке практикаға келіп, Өскемен қаласынан келген практикант педагогтардың ішінен болашақ жары менің анам Зәмзәгүл Қиябайқызымен танысады. Танысудың соңы табысуға ұласып, шаңырақ көтерген олар 3 қыз, 1 ұлды дүниеге келеді. Көктемгі жадыраған күнге мен қашан жетерімді білмей, жауыны көп таңдардай жаным мұңды бұлғалай қалай. Өтіп өмір жалғанай, әуресіне салғанай, салғанай.
Әкеміз Қазақ СССР Советтік одағының 3 спорт түрінен қазақша күрес, самбо, еркін күрес спорт шеберін орындаған. Қазақстан Республикасының дәстүрлі халық емшісі және сынықшысы атағын алған. Қазақстан Республикасының ішкі істер бөлімінің капитан инспектор болып зейнетке шыққан. Әкеден асқар жоқ екен, әкенің сөзі оқ екен. Қарайып жүрсе қасыңда, уайым қайғы жоқ екен. Өзің жайлы айта алмаймыз тауысып, ел айтады, жұрт айтады жарысып. Көпшіліктен алған алғыс сауабың, жатқан шығар, рухың менен қауышып. Адам мәңгі жүрмейді бұл жалғанда, көнеміз ғой тағдырдың салғанына. Көзімізге ып-ыстық жас келеді, әке. Өзіңді сағынып еске алғанда, бәйтеректей әулетке сая болған, бәрінен де мейірімін аямаған. Жәннатта жаның болсын, рухың биік, өзіңдей қайда бізге аяулы адам. Әке деген асқар тауың орманың, әке деген жұбанышың қорғаның. О адамдар, бар кезінде әкені қадірлейік, өкініште болмағын. Allah razı olsun алдында әкеміздің ауылына сөз сөйлесек. Құрметті жамағат ардақтағайын, Қадырбек ағаның сөзіне, Айдар ағаның сөзіне қосарымыз аз. Дегенмен бүгінгі ас иелерінің ас ұйымдастырушыларына көп алғысымызды айтқымыз келеді. Жаңа Қадырбек ағаның көрсетіп кеткен отырған балуандарды сол бірге күресіп, бірге бастаған азаматтар, тренер болған азаматтар отыр осы жерде. Мен сол Қадырбек ағамның қайсыда бәріміз бастап, сол Зайсанның жайсан балуандары деп кітап жазып, сол кітапта осы Сейітқали ағамызды, Қуаныш ағамыздың тарихта қалдырған адамдардың біріміз, соны ұйымдастырып, сол Зайсан апарты тұсауын кесіп, үлкен бір сатқарып тарихта қалдырып едік. Бүгін міне Алланың алдында балалары бір үлкен сауапты сатқарып қабыл болсын. Менің жанымда біздің шығысымыздың мақтанышы, мына білім саласында, денешілік саласында үлкен еңбек сіңіріп кітап оқылып, кітап жазған академик профессор ағам отыр. Енді Мамаев деген қаралардың тумасы, осы ағам бір ауыз естіла бір ауыз сөз. Ассалаумағалейкум. Қалай? Туыстар, жолдастар, жерлестер, міне Сейітқали Қуаныш бауырымызды менен 3 жас кішкентай болатын. Өте қуаныштымыз, міне осындай балалары келіп, туған туысқандар міне 10 жыл өткен өміріміз өткеніне
еске алып жатырмыз. Осыны айтады, ер есімі ел есімі дейді. Сондықтан мына өмірден өтіп кеткен, бірақ артында жақсы із қалдырған, өзінің еңбегімен халқына еңбек сіңірген, балаларын жақсы тәрбиелеген осы мына Сейітқали бауырымызды, енді мен жас кішкентай болған кейін бауыр деп айтып отырмын. Көп араласып, мен Өскеменде ол кезде Өскемен педагогикалық институтында жұмыс істеп жүрдім. Сол кезде келіп, әңгімелесіп, сөйлесіп, өзінің ойын айтып, сырын айтып, сондай жақсы қарым-қатынаста болды. Мына өзінің денсаулығына, басқа адамдардың денсаулығына сондай жақсы қарайды. Шамасы келгенше көмектесіп, жаңа Қадырбек ағамыз айтып кетті, массаж жасап. Bir күні маған келіп, менде бір Қытайдан алып келген бір ұзақ ғұмыр деген бір аппараттар болады. Аяқтың өкшесіне қойып, сонда неткен ерелеңдеп бүкіл мына адамның омыртқа жүйесін босаңсытады. Маған айтады, ой, мынау керемет жақсы екен. Ол кезде ол мына спорт интернатта Құлназар Анатолий Кашкевич деген болды. Педагогтардың доктор профессор. Бұл кісіні шақырып мүмкін келе алмай қалды болса. Сол кісінің қол астында жұмыс істеп жүрген болатын бапкер болды. Сонда маған айтады ғой, жаңағы мына омыртқаны босататын аппарат керемет екен. Қажетін алуға болады. Сонда ол ізденіп жүрген кез сонда денсаулық. Енді мына спорт шеберінің орнысын орындаған кезде мен республикалық жарыста чемпион болды, сонда мен көзіммен көріп отырдым. Оған жанкүйер болды. Сонда өздерінің қарсыластарын сондай жақсы әдемі жеңіп, чемпион атағын алып, сонда жаңағы самбо күресінен спорт шеберін орындаған болады. Енді көп айтуға болады, Сейітқали туралы жаңа экраннан көріп отырсыздар, өлеңді айтатын, сондай адамдармен сондай көп қарым-қатынаста болатын, сондай жақсы азамат еді. Кейін ішкі істер бөлімінде жұмыс істеп жүргенде де халыққа көп қызмет істеді, жақсы жұмыстар істеді. Енді мына балалары, немерелері осы Сейітқали секілді, Қуаныш секілді жақсы азамат болып өссін деп ойлаймыз. Мына еліміз дамысын деп ойлаймыз, жақсы болсын. Ауыл жағы сол ішінде мына ауыл, біздің Зайсан ауданы, Зайсанның елі, Зайсанның жері жақсы дамып. Қазір мен ана кластастарым бар Қарабұлақтан, мен өзім Сарыжаза оқуында Қарабұлақта Абай орта мектебінде 71 жылы бітірдім сол жерде. Сонда мен кластастарым айтады ғой, қазір Зайсанда жақсы газ берілді, қала секілді өмір сүріп жатырмыз деп. Сонда ауылымыз гүлдене берсін, жақсы бола берсін. Бәрілеріңіздің келгендеріңізге көп рахмет. Аманшылық болсын, жақсылық болсын. Ойға алған арман тілектеріміз орындалып, егемендігіміз мәңгі бола берсін. Рахмет. Рахмет. Мен айтқаныңыз келсін. Ассалаумағалейкум деп, көрмеген амандасқан. Менің атым Айдар. Енді Сейітқали бір жағынан ағам, бір жағынан жегім. Екіншінің үшінші бар дейді ағам. Алдымен алғашқы жылы бірінші орын бергенде, екінші Халел жүр, ең соңында өз жүр. Енді бұл Сейітқали туған бастан, Нұрбастан ол нағашысына жақын болды. Тегінің өзі Шалғырбай болды, негізінде Біткенбай болды. Содан алған тұр, нағашысына жақын болады. Енді мен туған ағам айтқали отыр, ол Сейітқалиға ұқсап көрді. Ұзын сөздің қысқасы, мен Айтқали екеуміз арамыз 2 жас, 3 жас. 50 Сейітқали мен 5 жас. Бірақ өзімнің туған ағама қарағанда, жаңа жиен ағам. Сейітқали екеумізде де жақын дос болды. 5 жасқа қарамай. Мен мектепке бармай тұрғанда есімде 5-6 жасымда Қуанышқа ұрлап кетіп, бірнеше жолда жауап болды.
сол кезек бір келгенде мен ұрлап кетеді, бір келгенде жегіз ұрлап кетеді. Каникул болса айтқан ұрлап кетеді. Ешкімнен сұрамайды. Автобусқа отырып кетеді. Сол сөйтіп қайдан тегісіп өстік. Бір Бейбат Ерманның 7 баласы мен ана Сайбар апай марқұмнан бастап біздің үйдің 7 баласы бір семья сияқты өсті. Сол кезде мән беріп мен ойламайтын да жиенім деп ойламай. Қазірде мысалы кейін біліп жүрміз ғой кімнің кім екенін. Оның Қожамбек екенін де білмейді екен. Мен оның Талас екенін де білмейтін. Қазір бұл жерде отырып таластардың ішіндегі шалдары ең үлкен ақсақалдардың айдар-айдармен қарындағылар басқасы болатын. Енді Сетқали жайынан айтсақ көп нәрсе айтуға болады, көп нәрсе ескерілмей түсіндіруге. Өзі сері. Енді мемлекеттік сері жігіттер сол Сетқалиде болсын. Өзі спортсмен, қай жерде тойға барса да мына жерде жүресің. Бүкіл тойды таптап кетсе де өзі ештеңе деп айтпайды. Өлеңі де бар айтатын. Анау қыздарға қырсыз жігіттер болды, ондай емес, енді сондай тірі болды. Красавчик болатын бір сөзбен. Қазір ең соңғы анау мастерін алған кезде, ол жолдасымнан кетіп қалды. Сол мастерім Алматыда стадионның астында бір управление бар, бір ол спорт жайлы. Сол жерде бір өзім үшін алып, одақтар үйден алып, мен поздравление кеткен вручать, мастер спорта. Сетқалидың орнына келші, сөйтіп ауылға апарып беріп ол бір тойлықтан бұл үшінші мастерін алып. Сосын өзі охотник еді, аңшы. Әр каникулға барған сайын ол күтіп отырады келеді. Сонымен біз охота еткенде сөткізіп практика жүрді. Таңертеңнен барып кешке дейін бал болып, кешке аңлатып, бір сутка, екі сутка дейін сол екеуміз залдағы бітіп. Кейде түн ортасында келеміз, шешек тамақты күтіп отырады, 2-3, 4, 5 деп еске алатындар бір дүние көп. Сондықтан айтарым еді, бала-шағаның қалған еді. Береке бірлігіміз болсын, тек қана дастархандарды тойлаған. Береке бірлік болса бәрі болады. Сондықтан ең октябрьді жоспарлап қой өткенде жігіттер жиналып, қуаныштағы мектепте спортқа Сетқалидың атынан мектепте істеген дүние. Болашақ жолында жерден тастамайды. Бір күндік шаруа емес. Не нәрсені өзі ең алып, болады ғой десе, оңай орай келіп. Рахмет. Қайықта той берген құрметті туысқандар, бұл жерде көтерілісім жоқ деп ойлаймын. Мен атым Заманбек, Райсанның Көзіранның тумасымын. Сетқалидың шешесі Бейбатиманың сіңілісі Батиманың ұлы кенжімін. Сондықтан бөлесімін. Сетқали ағамды жаңа бәрі айтып жатсыздар, қысқаша мен де өмірбаян айтып кетейін. Әскерде болған кезде шешем марқұм әскерден келгенше осында болды, апайының қолына берген болады. Ол кезде 2-ші класс оқиды. Есі жеп қалған Роза екеуміз шайдың коробкасын ойнап отыратын, Сықайды шығармайды. Роза осында тұрған шығар, Сықайды бармайсыңдар деп. Сонда бір күні үйді сағап қашып кетіп қыстың күні. Содан түсі болып қалады деп қайтадан сол жаққа бармадым. Армиядан келген кезде охотаға кетіп барып еріп жүретін. Біз кейіннен өскеменге ауысқан кезде де біздің үйде тұрып жүрді. Жаңағы өлең айтып тұрғандағысын Данияр бауырымыздың тойынан кейін осы шешем жақты туыстарын жиналып келіп, бәріміз өлең айтқан кезде адамның жақсысы нағашысынан екенін сонда байқағам. 7 ағайынды екен, 7 ағайындылардың түгел домбыра шертіп өлең айтады екенбіз. Біз жақтан 7 ағайындымыз, Сетқали жақтан 7 ағайынды. Сонда біз 14 кісі түгел домбыра шертіп өлең айтып қатып жатады екенбіз. Соны ойлаймын, шешемнің туыстарының қандай мықтылығын. Және сіздер айтып жатсыздар. Сондықтан тірінің қамын тірі жер, тірілер бірін-бір жер, тірлікте кеткен қадірі бөлгенде ғана білінер деп. Сол кісінің сондай жаңағы емші болғандығын, сондай бір күшті батыр, ерік жігітті болғандығын енді ғана айтқаннан байқап біз тыртап көріп отырмыз. Өзім сондай басым ауырып жүрген кезде
Алматыдан келіп үйде оңды емдеп кеткен жақсы ағам еді. Осылардың талайларына ем тиген. Оның міне емінің біреуі жаңағы мына балаға тиемді жасаса, Даниярға да беріп айтып кетті, менен кейін сені дейсің деп. Енді міне Данияр бауырларымыз біз жүк аптасының оғандан арағандай болып тұр. Ал енді бірақ та көрсеткенше көрсететін шығар енді қасиетті ағамша ашылмай жатыр. Қуаныштымын тойда келсек, осы жиынды бастап, Гүлнар апайымыз бастап, осы бала шағасына дейін айдың бар, қайсы болса да түгел. Данияр бар, Нико бар ішінде. Осы сіздердің береке бірліктердің қайырмасын, Гүлнар апай, осы сізден бір сөз айтып жатқанымда ғой, сіздерді о шаңырақтың көнішсіз, сіз бізге мамасыз, біз сізге апайсыз. Осы Аслан бар, қайсы болса да сізді тыңдайды, біз де сізді тыңдаймыз. Жақында келсек, тойда келсек, аман болайық барымыз. Әмин айтқаныңыз келсін, енді ағамыздың ауыры бар екен. Ассалаумағалейкум, осы асқа жиналған қауым. Мен Сейітқалидың кетелес өскен ағасын, ол Әрім ханның баласы болса, мен Қасым ханның баласы. Атым Жомарт. Енді бұл жерде жаңа көп Сейітқали жайында жақсы сөз айтқансыздар. Ол сөзді мен қайталамай қояйын. Оның бәрі рас. Спорттан шыққанда бәрі кісілер айтып жатыр. Енді айтайын дегенім Зәмзәгүл екеуінің үйленіп, екеуі бірге жүргендері бәрі менің көз алдымда. Екеуміз бір мектепте оқыдық. Сәбиш апайдың қолынан. Оны бәрі білесіздер. Сондықтан көп уақыттарымызды алмаймын. Енді келешекте Зәмзәгүл бұл жерде сенімді алған. Жалғыз Чалбар байыптардың, біткен байыптардың емес. Ең бірінші сен жан-жарысың, артында қалған балаларына ие болып, Сейітқалидың түтініне жүрмей отырған саған рахмет айтамын. Сен маған келін болып түскен күннің өзінен бастап білемін. Сондықтан енді алдымыздағы болашақта балалары әкесінің жолын жерге қаратпай үлкен қызметте адал еңбек етсін. Енді апайымыз Гүлнар, одан кейінгі қарындас қыздардың бәрін жеке-жеке айтпай ақ қояйын. Құдай, жиендер, осындай бәрімізді, ауылымызды, зайсанымызды көтеріп, бәріміз әкелеріңді еске алып жатқандарына Құдайдың құлағына шалынсын, қараңғы қапы жарық болсын, еліміз сау болсын, үлкендеріміз, кішілеріміз аман болайық. Дастархан тек қана жақсылығы жайылсын. Рахмет. Көкшетау таудан келген Сейітқали ағамыз өзіңізді сөз етсеге былай қараған өзіңізді таныстырып, құрметті достар, құрметті ағайын, қайырлы күн, ассалаумағалейкум. Енді Сейітқалидың келесі сөздің бауыры енді сіздер айтайын, біз кішкентайымызда кесегімізден алып кетеді. Ол Сейітқали мен Айтқалидың қуаныш ерекелігін сонда айтайын дегенім, кішкентай қуаныш деген ауылда қонақ айын суына шомылып бірге жүрдік. Сонда мейірімді суға мақтауды содан бастады енді. Содан ауылдың балаларымен көрістіріп қояды. Үлкен балалар бәрі жығылады дейді. Сөйтсем ана Сейітқалида қорқып жала деген ғой. Мен шықпесе бере болады. Сонда атқа мінгізіп үйретеді. Соны мен алып кетсе, Айдарды алып кетеді, Жеңісті алып кетесейді. Енді айтайын деген сол, ағамның бір сондай жүрегі кең бар. Соңғы несін шешіп бересің саған, жүре береді сол. Күресті сен алып береді. Мына қуаныш деген аяқ дегенде кішкентай ауыр, неше болып жүрді. Сонда осы Адылбек ағам айтып отыр. Осы сіздердің үйлерін ұстып жатыр, естіп жатыр деп. Әлі соны несіз айтып жүрген оқи. Соны жай айтпақтайын, 8 қырды бір сырлы болды, өлең айтты, спортқа жанын берді, соған үшін қасылет жетсен. Мен алып бірақ мен қызықпаймын. Сен жан жүрші, амағыз өзім атарды. Сонда андатырдан басқа ұзақпайтын жоқ, артып береді, сонда кездегі болды, баға болды деді. Сонда алған несін ол, андатыр деген ол өзіне бір керемет болып тұр ғой, өзіне өлмейді. Сол керемет ауылды кім бірінші кезге соған перезектің сөйтіп тұрып өстім. Мен соны айтайын деген сол ауылға келіп, Алматыда жұмыс істеп жүрген спортшылар ауылда қаншама баласын шығарып, балуандар шығарды. Өз баласынан артық жүгіріп жүрген соларға.
енді мынау келіп жатқан бала шағасының туыстарына баласы сауап жасасын, ақтағы ұрпақтары өмір жасасын. Жеңгеме бір рахмет. Жеңгем маған 80 жылы университетте оқимын. Дене тәрбиесінде алып келіп таныстырып жеңгем болады. Жасымызда ұялып қойып, физматта берген, оны оқымаймын. Дипломын берген, мен сұрақ қойып, қалай қарап жүрсің дейді. Бәрі алтын мен бітірген. Мен бұрында қазір басында жаңа. Біз айтқандай біреудің баласы өстік жүрмейді. Ертіп қана. Енді үстіп сыйлап бердіңіз, бәріңізге көп рахмет. Барлықтарыңыздың жанында денелеріңіз сау, бастарына амандық тілеймін. Әлемді ұрпақтарына денсаулық, бастарына амандық. Тойға жиналыңыз, ағамның жаны жәннатта болсын. Әмин аға, айтқаныңыз келсін. Ардақты ағай, тыңдамаған сөз жеткен дейді негізінде, бірақ үйіп тыңдап отқандарыңызға Алла разы болсын. Әкелердің бөлек екен тұлғасы, анамыздың жанашыры сырласы. Біздер үшін көп қиындық көрсе де, көздерінен білінбейді мұң жасы. Әкелердің бөлек екен намысы, үйден шықса түздің болар тағысы. Сынаққа да сүрінбеуді үйретер, бұлтты күндей күркіреген дауысы. Әкелердің бөлек екен тілегі, тілегінен байқалады жүрегі. Жұдырықтай жүрегіне сыйып тұр, жау қайтарған бабалардың жігері. Әкелердің орны бөлек расында, оған жетпес ешбір байлық асылда. Бар кезінде бағалайық құрметтеп, мәңгі бақи жүре бермес қасында. Алладан кейінгі шеберім, жан әке жан жүрегім, самғасам күш қуат денем, сүрінсем тірегім, қалдырмас аязға ызғарға, алыбым асқар тауым. Жан әке қасымда сіз барда, арайлы әр таңым, әр қашанда бейіп көретін мен басқада. Менің әкем, ең жақсы адам. Менің әкем, ең жақсы адам. Алла қабыл етсін дейді. Астанада келген анамыз дейді. Шайрабек анамыз иә. Осы анамыздың бір-екі тілек айтса, соның ас берушілердің жаңағы осы үйдің рахметіңді да, одан кейін тағы бір құрмет болсын. Сабақ сақтасы үшін. Құрметті ағайын жамағат, туған-туысқандар, бәріміз манадан бері жүрегіміздің түбінен шыққан жаңағы өзіміздің ескеріп, Сейітәли қаншымыз ғой, әлімхан ұлының соңғы айтып есі болған жақсылықтарын және көріп болсын. Келеміз, дәркелік сөзге арамызда ол елжен жылы, ораз кезекте мен сондай ауырмағана жоқ жан өзім осы жасқа келгенше сондай енді сияқты бауырмалардан болған емес еді. Туыстарымның ішінде болсын, былай болсын енді кездесіп өмір бір қалым ғой енді. Бұл өте бір табылғаннан енді сондай бір Алланың берген адам есінде болады енді. Әкемнің, менің әкем, насыма қолғызды. Мен ағарадың үлкенқызы Сайран Гүлім. Әкемнің үлкен әкесі Бератина. Бератинаның жаңалық ұлы Сейітәли. Сол бірге өсіп, жаңа айтқандар айтқан ғой, үйдің баласы, үйдің баласында көрген. Сайран Гүлімсін енді біздің үйдің білмеймін, ол кісінің қызмет былай әкемнің баласы екен. Ойлаймын мен өзімнің туған әкем екен деп. Бізде сол тойын өзі жасадым енді мысалы. Одан кейін мына отырмын мен мына баласы. Мына кейін
Günayımızdan birlikte efendim, düşünlerimizde oynar, birbirimizin solayı, o günlerin arkasından benim kendimi ona atladım. Sonra bana bir değişik günlerdi. Ayşe'ler kuşu, deyip isminiz. Birkaç hafta olmuyor, sonra bir sifayı günlük konuşlarında bu kısa şey olmaya diyelim. Bir diyorsun koy, bizimle osundayım, aslında gelip sonra bir sifayı günlük ne var ki semuayı planımızda varlıklarımızı konuştum. Allah'ımıza bahsediyoruz. Osundayım. Konuşuldu aslında Если мужчина умнее, отдачаться тияқтарға сипатымен. Жан-жақтан келіп жатыр. Туысқандар, сипатымен енді немерелері де бар. Алла бұйыртса мүшелері де болады. Олардың барлықтарын ескеріп бар көрейін. Енді сіздерге барып келгеніңізге қарадар салып білсін. Allah жолдастарымыз барлықтарымызды осымен Алла Тағала қолдап қойшап осы келген адамдарымызға берді Алла Тағала сіздерге жақсы амандық берсін. Сен қайырымды жатқан жерде топырақты қабыл, иманды болсын, айтқан қолыңызды таластырған шар, бір күнде туған қолыңызға таласқан, әрі таласып бойынша сондай еді инабатты, жақсы, иманды мен айтатын sözü tutup yani sorun aralarına basıyor jasasından anlatılmasından varlıklarımıza sağlık varlık jası Türkiye'nin oynanır jası Allah razı olsun. Hayırlarınız gelsin. Sevgili gibi сондай керемет спорт шебері болған, емші болған. Ол кісі бәріне қамқор болған. Өзінің бауыры болмағандықтан апам енді тұңғышын оқып бар, сондай сипалаған оқып қалған қарындастары оқымағандықтан ол қарындастарының қыздарын оқуға, ұлдарын спортқа тәрбиелеп әрдайым жүріп өте бір кейіпке ерлермен азамат болған, олардың естіп, сонымен қатар ол кісінің жұбайы өте білімді, иманды, саналы, сондай өзіміз үлгі тұтатын азаматша Зәмзәгүл апай жыл мұғалімі болған, президенттің қолынан алғысқа алған, сондай біріне өте білімді қосылған адамдар болған, енді өздерін түрлі тәрбиелеп отыр. Сол абайластырсында Зәмзәгүл апай. Қартайған кезде әдемі оқып жүре беріңіз. Енді кішкентайымызда тұрмысқа шыққан кезде біз құдалармен карантин уақыты болғандықтан еске алмай істерін келіп отырғандарыңызға көп рахмет. Аяқтарыңызға гүл бітсін. Балаларымыз бақытты болсын. Енді алыстан келіп жатқан осы серік аяқтар әлеміне, өткен аяқтар әлеміне көп алғысымыз шексіз. Және семейде келіп отырған мен қайнағыма көп рахмет өзім алғысымды айтқым келеді. Және қорғау Гүлнар келіп отыр семейден. Іздеп келер інің бар болса, бақытың барын содан біл. Аңсап келер ағаң бар болса, ағайының барын содан біл. Аларды біліп, бермегеннен без, ел жұрты қашып, ермегеннен без. Үйіне қонақ қонбағаннан без, көптің айтқаны оңбағаннан без. Осы уақыш халық ең бәрі ағамыздың септігіне ағамыздың көпшілік басынан бәріміз жиналып отырмыз, ел тұрғап жатырмыз, бәрі қабыл болсын. Ағамыз бұрауына түсетін барлықтарымызға көп рахмет. Ағамыз туралы жақсы еңбек айтылды, жылы сөздер лекция айтылды. Ол бәріне қосылам. Енді
Bildiğimiz aramızın artta değiş, artta ırыс olsun. Sonuçta rahmetli de telefonda uyacağız olsun. Sonra başka söylüyor. Nazarınızda. Hürmetli ağayın, atım sağlık olsun. Dostlarına, көрмегендерге көңіл айтам. Енді мен көп сөйлейін деп тұрған жоқ, историялар дейін деп тұр. Бұл мен сол тура қуаныштың тумасымын, үйімізде жақын болған. Мен Амина деген кемпірдің баласымын, Сейтқали Бибатибаның баласы. Екеуміз де кемпірдің баласымыз. Содан кейін ауылға өстіп падыршы болған кезінде, содан мен шешем туған кезде үлкен ұлдың атын Айтқали қойыпты. Одан кейінгі ұлдың аты мен Сейтқалимын. Осы Сейтқалидан үлкен мен. Ал Бибатиба шешеміз бауырының бір баласының атын Айтқали, мына Қуаныштың атын Сейтқали болған. Оны бүлдіріп жүрген мына ағалар бауыры куәлік алған кезде Қуаныш деп жазып жүрген ғой. Әйтпесе біз Қуаныштағы сол Айтқали, Сейтқали, ан жақтан да Айтқали, Сейтқали төртеу боламыз. История деген осы еді. Ал Сейтқали енді біздің артымыздан еріп жүрген бауырымыз. Енді жақсы жағдайын бәрін айтып кеттіңіздер. Енді не дейміз? Көрмеген жаспаған жасын, көрмеген қызығын бала шағасы болсын. Артынан той болсын деп. Амин. Айтқан туған туыстар, Сейтқалидің жолдастары, ауылдастары, құда-құдағилар, міне бүгін 10 жылдық еске түсіру асына келіп отырсыздар. Уақыт деген зымырап өте шықты. Күні кеше ғана еді, Дания туған кезде осы спортсмендер Мәлік аға, Сейділда, Мұсабек аға үшеуі келіп Данияның атын мазар шақырып, анау Дружбада қойған еді. Сол Дания туған жылы 80-ші жылы спорттың бір түрден бірдеген қорғап келіп, бәрі сол жерде жуып, керемет той болған болатын. Енді мен қазіргі олимпиаданы телевизор көріп отырғанда Елдос Сметовтың жылағанын көргенде ойлаймын, Сейтқали сол кезде сол спорттың боласа, сонда чемпионның одан да жоғары деңгейге жетер ме? Енді өмірдің жағдайымен ауылға кетіп қалды да ол спорттан қол үзіп кеткен. Бірақ ол ерік жігері мықты азамат болды. Кейде мен немерелеріме балаларыма айтамын, анау товарищ Коллектан Дружбаға дейін жаяу келетін, үстінде қалың киім сықсаң тер ағады, салмақ қойды ғой. Үлкен жаңа чемпионаттарға барады. Бас кезінде Данияға кішкентай болатын, Өскеменде Дания бұл кезде мектепте оқыдым. Бір жарысқа барып, әйтеуір республикалық чемпионатта бір осыдан жығылып қалды. Сонда мен білмеймін салмақтың не екенін. Тамақ ішкізіп жібергем, салмақ асып кетті, өзінің нәтижесі үлкен жігітпен күресіп. Содан мен әлгі жарысқа бармайтын болдым, әйтпесе үйленбей тұрғанда сол жарыстарға барып көріп жүретінбіз. Енді жаңа Жомарт айтты ғой, білемін. Енді сондай мықты, ерік жігер мықты енді. Амал қанша енді жаңа айтқанын бәрі білемін. Дружбада кішкентай үйде тұратынбыз премьеркада. Сонда бүкіл Зайсанның балдар алып келетін. Дәукен аға дейміз ғой, өзі Зайсан өңірінде белгілі Дәукен деген мықты спортсмен ғой. Соның ана Хамит Писагелді алып келген. Сонда спорт мектебін орналастырып. Соның енді тағы да мен аттарын ұмытқам. Көп балалар алып келеді, ол өте жоқшылық заман ғой, бір бөлмеде бәріміз жатамыз. Айтылған мен шайға. Сонда жаңа қамқор болады. Сол Зайсанға барғанда да сол спортқа жақын балаларды тәрбиелеп, өзі бір спортзал, бір бөлмені ашып, сол бөлменің жан-жағын жаңағы оформление жасап, спортқа тәрбиелейтін балаларды ауылда жүрген. Жақсылықтар айта берсем өте көп еді. Ақжарқын аңшы болды, сері болды. Енді өмір болған деген әртүрлі болады ғой. Артында міне 3 қыз, ана жақта құдағилары болды. Енді ол кісілер көрмей кетті, құдалары қандай адам болғандығын айтып жатқан шығар. Ұлы және немере жиендері тұр. Енді не айтамын барлықтарыңызға, аман болыңыздар. Жанұяларыңыз
тек қана жақсылық болсын, осы дастархан осылай тек қана тойға жайылсын. Осының бәрін ұйымдастырып жүрген біздің анамыз қайтыс болғаннан кейін енді ол кісінің көзінің жасы келіп қайтыс болды. Екінші анамыз болған Гүлнар апайға соның балаларына рахмет айтамын. Осының бәрін ұйымдастырып жүрген Гүлжан, Мардан, Айдын бауырым тағы осында жүрген. Соның бәрін ұйымдастырып асылар бар. Үлкен рахмет айтамын. Енді осының бәрін ұйымдастыруда оңай емес қой. Жан-жақтан алыстан келіп отырған жолдастарына Алла разы болсын, жан-жаннатта болсын. Өмірде істеген қателер болса Алла кешсін. Ұрпақтары бақытты болсын. Сол айтамын. Туған туыстары, құдалары, жолдастары, бауырлары, ағалары, келіндеріңізге көп рахмет, Алла разы болсын. Папамның ертесі, жанында соңғы деу болғанша мен едім. Көп жанында балаларына бірдей жақсы көріп, соңғы сөзін жеткізейін деп болса, Айдын, Гүлнар, кел, осылай саған тапсырдым. Мен артымнан бір жарыс ұйымдастырып істейсің дейді. Соны істеген балалар ұрпақтары Аллаға шүкір дүниеге келіп жатыр. Маршаның ұлы міне жарыстан жарыс жеңіп жатыр. Бір күні Алла тағала солардың жеңісінен Қуаныш атамыздың атына деп сол жарысқа жиналатын сәт қылып Алла басымызды қосады. Сіздерге көп рахмет. Бұл қысқа өмірде бір-бірімізді көріп, соның өзі қандай бақытты. Сіздерге де бақыт тілеймін. Алла разы болсын келгендеріңізге. Папамның 7 немересі бар екен. Тірі жүрсе қуанып соларды еркелетіп шіркін-ай. Амалғанша жаны жаннатта болсын. Рахмет барларыңызға. Балалардың бір үйлері бар, қуана үстімізге күліп тұрған шығар. Енді мына амаларын айтқан, осы Гүлнар апайым, Айдын, Аслан, Айдарсын, Дәурен, Шынар, әпкелері, Бейдігүл апай, басын деп, Гүлнар апай, Бақтыгүл апай, бәрі еркелетіп папамды ақта ұстадыға білесіздер, жалғызым деп. Бізді де солай қарап жүр, еркелетіп, әрқашан күлімдеп. Тойдағы не кездесек ағайын, бір-біріміздің қуанышымызды бөлісіп, рахмет, Алла разы болсын. Айдын ағама ерекше ұйымдастырып, бәрін осы видеоны түсіріп жүрген арқан стол дастарханды көтеріп алған Гүлжан, кішкентай сіңілім міне видеоны фотоны жинап, кафені тауып, біз жұмыстамыз. Алла разы болсын. Енді әрбір тойыңызды тойға қане кетсе, осы екі қызымыз аман болсын. Рахмет сіздерге. Ассалаумағалейкум ағайын туысқан. Әкеміздің өмірден өткенде 10 жыл өтті. Аз да болса көп болса да қаншама ғасырлық өмірде осы әкемнің небір істеген істерін еске алып, барлық көңілдерімізбен, ниеттерімізбен естіген жүргілес болған достары, спортта бірге жүрген достары бар, ағайын туысқандар бар, барлықтарымыз осы әкемізді ұмытпай еске алып, көңілдерімізді білдіріп алған біз үшін үлкен мәртебе, сіздердің алдыңызда тұрғанымызда. Осындай арбойы әкеміздің 100 жылдық нередесе болады. Сол кісінің арқасында міне нәрленіп өсіп-өніп, аз да болса жетістіктерге жетіп жатырмыз. Бұл да біз үшін үлкен, сіздердің алдарыңызда мыңда бір алғыс. Әр уақытта осындай туған туысқандар береке бірлігінен айырмасын. Ағайын туысқанның ағасы ажырамасын. Жақсы күндерде, үлкен астарда әзір істерді басымыз бөліп, қазағымыздың дәстүрлі ата-бабаларымыздың рухына тағзым етіп, барлық әкелеріміз өлген жоқ, әкелеріміз тірі. Өйткені әкенің өзі де әкенді көрген емес деп. Әкеніміздің бауырлары, достары қандай жақсы сөздер ертіп отыр. Алла қабыл етсін дейміз. Ал енді осында жиналған ағайын туыс баршаларымызға, бауыржақты әкелерімізге, аналарымызға, бауырларымызға, жеңгеміз, қарындас, ағайын туыс, жекжат, көрші үйлер, ауыл-аймақ, елімізге, жерімізді Алла тағала тыныш заман берсін, табиғи апаттан сақтасын дегім келеді. Ауырып жатқандар болса ауруларына шипа, қарыз қабатқандар болса қарыздарына құтылуға нәсіп етсін дегіміз келеді. Намазға келе алмай жүрген бауырларымыз болса бастары сәждеге келіп алуға нәсіп етсін дегіміз келеді. Қарттық берсе әдемі қарттық берсін, өлім берсе әдемі өлім берсін дегіміз келеді. Соңғы дегімізді ля иляха илlallah Мұхаммад Расулуллах Алла нәсіп етсін дегім келеді. Ал
ардақтағай бүгін пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи ва салламның негізгі осы мәуліт айы. Әр нәрсенің аяғы болады. Ерте ме кеш пе біз де өміріміздің аяғына жетеміз. Бірақ адам сырттай ұмытайын дегенімен адамның жанында, жүрегінде түкпірде қалып қоятын бір оқиғалар болады. Ал оны ұмыту үшін адам батыл болу керек. Білдің бе? Сонда ғана бақытына жетесің. Біздің ең красавчик, ең жүрегін кең, бәрімізге көмек қолын созып жүретін алтын бөлімнен екеміз жастымыз. Әкешім, отбасын асырау үшін төккен әр тамшы теріңіз жәннатта сіз үшін өзен болсын. Қаныңнан үйіп, жаныңнан жаралғаның үшін, өзіңнен биік болмысты табылмағаның үшін, балалығымның бал күнін сезіндіргенің үшін, жеткізу үшін талмай түн көзілмегенің үшін, жүгін арқалап тағдырдың мойымағаның үшін, бала боп бір сәтке бізбен ойнағаның үшін, өзіңе қимай біздерді бүтіндегенің үшін, анама, маған күтіндегенің үшін, адам бол балам деп жүрер шын ақылың үшін, маңдай тер, еңбек көрсеткен шыдамдылығың үшін, жанұя деген отанда адал болғаның үшін, ұрпақ алдында ең биік адам болғаның үшін, рахмет саған, әке. Асқарым бар өте биік әке деген. Кеше ғана бала едім әкелеген, үлгі тұтар тұлған кім деп сұраса, ойланбастан сол сәтте әке дерем. Әке деген көк аспан ғой сабырлы. Сол мінезбен көркем әрі қадірлі. Әке деген биік тұрар бәрінен. Бұл сұмдықты мойындайды барлығы. Қолыма ескі альбом барақтадым. Сарғайған суреттерге қарап қалдым. Әкеме көзім түсті. Айналайын. Армысың, бармысыңдар қарақтарым, дейтіндей күлімсіреп қарай қапты. Шашы мен мінезі де қалай қатты. Сөйлейді көне сурет көп жылдардан, еске сап естелікті талай тәтті. Қабырғаға ілмеуші портретті, альбомға жинаймын бар суретті. Бүгін міне ақтарып отырғанда толқытты. Әке шешем жан жүректі. Қайран әке,